Саламатсыздар достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен сол және бір видеода мен өзімнің өмірімде болған қорқынышты оқиғаларды айтамын. Енді мен сразу айтып қояйын, бұл оқиғалар менде болды, и ол ойдан шығарылған емес, И оның барлығы менде ол оқиғаларды менің түсім хоррор ойын болып жасап шықты. Мен білмеймін не екенін. Осы кішкентай кезімде мен көбінесе қорқынышты түстер көре бастадым. И ол түстер менде бисмиллахир-рахманир-рахим деп ұйықтаған кезде болды ғой еще. Енді сендер сол тұста айтпай тұрып қана тіркеліп басып кетіңдер. Ал енді шынымен оқиғаларды айтамын. Ең бірінші оқиға менде машинада болды, и мен ол кезде Айшуақ, Ернұрлармен өзімнің сол олар менде болған, біз қорқынышты әңгімелер айтып отырғанбыз. Енді ішпіз-пысып сағат 12-де далаға шықтық, потом так уже вообще Ернұр біздің машинадан, бір зат көріп қойды. Қызыл көз көріпті машинадан. Ал мен барғанда, енді Айшуақ әпкем барған кезде ол қара мүйіз көрдім дейді. Ал мен барғанда, тоже. Ал мен ақ көз көрдім. Сразу одан кейін біз үлкендерге айттық, бірақ оны ешкім вообще ұқпады, өтірік мынау деп. Ал содан кейін енді вообще біз қорқынышты әңгіме айтпайтын болдық одан кейін. Одан кейін тағы да бір қорқынышты история, ол менде тоже қорқынышты әңгіме айтып отқан кезде болды. Негізі вообще біз өзіміз Чарли шақырып оттық, неге білмеймін. И потом Чарли шақырып отқан кезде бүкіліміз достарымызға отырдық, үйде қонақ бар, и айттық Чарли, сен біздің үйдесің ба деді, ол сосын даға түсті, біз сосын даға шығып кеттік, и потом бүкіліміз шыққамыз ғой, потом ана жақта біреулер артында маньяк тұр деді, бүкіл шыңғырып кетіп қалды. Ал мен вообще үйді таппай тұрдым ана жерде, и артында біреу тұрған сезімде болдым мен. Одан кейін свет жарық тұр екен, сол жаққа қарай қашып кеттім. И жақсы енді осындай қорқынышты историялар болды, и енді осы историяларға байланысты менде осы историялардан кейін менің уже түсім бұны хоррорға айналдырып жіберді. Ал енді сол хоррорлар мынандай болды. Жаңағы маньяк деген, мен ұйықтап жаттым, и машинаның алдында тұрдық, и огородтың жанында какой-то бір монстр жүрді. И он шайдым, он розовый болды, тістері пайдалы болып кеткенше, қойдым аяқта болды осындай. И одан кейін ойынды бастадым мен, и ол айтты, жарықтың атпайды, и потом қыздардың атпайды деді ма, бірдеңе әйтеуір. И және мен ол кезде ұлға ойнадым, и үйге қарай кіріп кету керек сразу. Ал мен үйге кіріп атқан кезде ана шыңғырып лаң келе жатыр. Мен сразу өзім оятып жібердім, а то оятпасам шошып оянады. И солай, ойбай. Сондай. Ал ана, менде тағы да бір түс болды, көрейінмен. Кстати, сендер білмейсің жарыстар, бірақ менде көргенде өте көп түстер болды. И өздері білмейтін жарысың, осы Батырден ағам келген, и енді қамқордың туған күніне келген ғой, и потом мен оған комедия көрейік деді, ол маған бірдеңе көрейік деді, сосын ладно деп көре салғам, и ол маған хоррорларды көрсетті. И мен сол үшін істен білмей тұрдым да, ладно дедім, айнаға қарауға болмайды деді. Ал мен сол күнде айнаға қараса, сол сенің ішіне кіргізіп алады да, сен сол айнаның ішіне қаласың. И потом мен одан кейін вообще күндіз айнаға қараған берген жоқ. И солай. Ал менде оған тоже түс бар сол историяға. Үйде өзім жалғызбын мен түсімде. И сол айна қарайтын маған, мен вообще айнаға қарауға қорқып тұрмын, аяқта көзім жұмып қарап тұрып. И потом ол сразу менің ішіне кіргізіп алып кетті. Осындай қорқынышты түс болды, ойбай. И одан кейін менде тағы да бір қорқынышты история болды. Ол сол
ошол андан кийин тағы да бир туякты кыз деген болду. Короче, сол аңызга байланыштуу болуптур. Вообще мен негизи ондай хоролорго негизи вообще көрүнбөгөн мегенмин. Хоп, одан кийин вообще так туякты кыз болгондо мен туруп жүрдүм туда-сюда. И түшүмдө менин мыякта алдымда бир айыл турду, мен ага бардым. И сразу он мени чүп сап, и вот всё. Осундай кылып бөлүндү. И вообще мен түсүнбөдүм, эмнеге осундай бисмилла рахман деп айткан кезде осундай түстөрдү көрдүм. Мен одан кийин осунун баарын көрүп алгандан кийин мен вообще уктамайм. Булар менде жалгаса берет, жалгаса берет. Мен али коркунучтуу окуялар бар менин өмүрүмдө, сол себепти бул түштөр жалгаса берет дейт эч качан. Жакшы, онда сиздер бул менин биринчи бөлүм. Андан кийин дагы да айтам сиздерге, онда сиздер эмнеге болгон